Қайырлы күн оқырман, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен бүгін сіздерге осы қолдың майын қалай күйдіру керек екенін, жасау жолдарын көрсететін боламын. Менімен бірге болып, соңына дейін қарап, қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мендегі таза қолдың майы, бұл мендегі 2 килограмм май, бұдан бірде 300, бірде 200 литрдей күйдірілген май шығады. Енді осы майларды бөліп, қатты отта қайнататын боламыз. 1 сағаттай қайнайды. Осылай арасында қозғап тұрыңыздар. Осылай қайнатамыз. Арасындағы артық сулары, айрандары қайнап азайып таза майға айналады. Міне осындай майымыз дайын болды. Енді астын өшіріп, бұны сүзіп алатын боламыз. Майымыз таза болу үшін. Айранның, судың нелері осындай түбінде қалады. Осындай қалдықтары, ол май таза болмағаннан емес, таза болса да осындай қалдықтары шығады. Енді осы майды сүзіп алғаннан кейін бір 10 минутқа тұндырып қоямыз. Түбіндегі тұздарын бөлек алып аламыз. Бұл күйдірілген майға мед араластырып жесе де май ерекше болады. Бұл май сары майға қарағанда өте күштірек. Бұны тамақтарға да неге де салып бетіне құйып жей беруге болады. Міне біздің майымыз тұнды. Енді осыны бөлек ыдысқа құйып алып, мына түбіндегі тұзын тастамай бөлек алып қоямыз. Бұл тұзы сыр күріш, нан салма дегендерге осылай араластырып жеп көрсеңіздер күшті болып шығады. Біз өзіміз осылай жейміз. Балалар жақсы көреді осыны қосып жегенді. Біздің майларымыз мінекей дайын болды. Бәрін құйып жайғастырып алдық. Бұны тоңған кезде осындай болады. Енді шетінен алып жей беруге болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де осылай жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Осылай сары майды күйдіріп жеп көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.